Бұл курс бойынша көбінесе мынандай сұрақтар келеді. Сол сұраққа байланысты қысқаша жауап айтып кетейін. Курста не істеу керекпін? Бұл курсты сіз енді әртүрлі методтармен көруіңізге болады. Әртүрлі методтарды қолданып өзіңіз үйренсеңіз болады. Бірақ бірнеше методтарды мен айтып кетейін. Яғни өзім қолданатын методтардан бірнешеуі. Бұл курс бойынша сіз бірден барлығын көріп тастап, ертерек бітіріп тастауыңызға болады, бірақ ол адамның миында онша сақтала бермейді. Ал бұл курста сіз бірінші видеоны полный көріп шығыңыз, одан кейін екінші рет көріп жатқан кезде менімен бірге отырып, сіз де өзіңіз жазыңыз программаларды. Және бұл курс бойынша мен сіздерге естеріңізде жақсы сақталу үшін барлығын сақтап отырам. Алдағы уақытта сіздер өздеріңіз жазып көре алатындай. Не істей аласыздар? Басқа курс бойынша біріншісінде көріңіздер, екіншісінде қайталаңыздар, және де оны жазған жұмыстарыңызды сақтап, архивтеп қойыңыздар, керек кезде қайтадан қайталап жіберу үшін. Екінші метод, курста қандай қиыншылықтар кездеседі, оны қалай шешемін? Курсты оқу барысында сіз кейбір тақырыптарды түсінбеуіңіз мүмкін. Ол курстарды сіз өзіңіз жазып жатқан кезде шеше алмай қалуыңыз мүмкін, кейбір есептерді шығара алмай қалуыңыз да мүмкін. Ол ешқандай проблема емес сіз үшін. Неге? Өйткені сіз ең басында, енді бұл курс нөлден бастап үйренушілер үшін арнайы жасалды. Нөлден бастап бастағаннан кейін сізде ол қалыпты жағдай десек болады. Бірнеше рет қайталау барысында сіз оны үйреніп аласыз және оңай қателіктерді, қиыншылықтарды шеше аласыз. Немесе интернет бойынша, яғни қанша рет бірінші тырыстыңыз, өзіңіз жазып көрдіңіз, бірақ болған жоқ. Одан кейін интернеттен іздеп көріңіз. Мысалға, Python сайты бар өзінің, главный Pythonның. Осының ішінде документациясы бар, documentation. Python Docs'ты ашсаңыз, мына жерде Pythonның бүкіл библиотекасы, мысалға ең соңғы версиясы 3.12 екен қазір. Туториалды бассаңыз, сізге барлық тақырып бойынша сізге жазбаша ретінде түсіндіріп қойған қателіктердің, қандай кездесетін қателіктер бар, немесе қандай ошибка жібердіңіз, соның барлығын осы іздеу арқылы шеше аласыз бұл қиыншылықты. Курс кімдер үшін? Программист болу үшін ақылды болу керек па? Жоқ, программист болу үшін ақылды болудың қажеті жоқ. Кез келген қарапайым, нормальный миы бар адам бұл курсты оңай түсіне алады және оңай жасай алады. Ол үшін ақылды болудың қажеті жоқ. Ақылды болатын адамдар болу мүмкін. Жоғарғы деңгейде ойлана алатын, түсіне алатын, жасай алатын, олар үлкен проекттерді бір көргеннен ақ жасап кете алады. Әрине, ол нәрсені сіз де жасай аласыз. Ең бастысы жасай алуыңыз. Мысалға, біреулер бір көргеннен үйреніп алып жасап кетеді, ал сіз 3-4 рет көріп арқылы жасай аласыз. Ол ешқандай проблема емес. Ең бастысы сіздің жасай алуыңыз. Бұл курс бойынша нөлден бастап жоғарғы деңгейге дейін арналады. Енді сіз Python тілінде бірнеше нелеріңіз болуы мүмкін. Ол туралы біраз үйренгенің болуыңыз мүмкін, немесе нөлден бастауыңыз мүмкін. Ешқандай проблема емес. Нөлден бастап жоғарғы деңгейге дейінгі аралықтарға арналған курс. Және ең соңғы бір сұрақ. Тақырыптарды түсінемін, бірақ өзім жасайын десем, ештеңе есіме түспейді және жасай алмаймын. Бұл енді былайша айтқанда барлық программисттердің, барлық үйренушілердің басына келетін жағдай. Бұл жағдай менің басымнан да өткен. Ең бастысы, сіз бір нәрсені түсініп, оны қарау арқылы жасай алатын болсаңыз, уже сіз үшін проблема емес. Ал оны егер сіз түсінбесеңіз, оны сіз қарап отырып та жасай алмайсыз. Сондықтан барлық главный проблеманы түсініп, соны қарап отырып жасай алсаңыз, уже сіз үшін жетістік ол. Өйткені барлық нәрсені жаттау ешқандай да мүмкін емес, жаттауға тырыспаңыздар да. Неге? Өйткені басты проблеманы түсініңіз, проблеманы түсінген болсаңыз, сіз уже қарап отырып жасай аласыз.
ешқандай да бұл курс бойынша жаттауға кеңес бермеймін, бірақ түсініңіз. Сосын курсты бір рет көріңіз, 2 рет көріңіз, 3 рет көріңіз, түсінбеген тақырыптарыңызды қайтадан көріңіз. Иә, бұл курс бойынша барлық видеоны бірден подряднан көріп тастауға болады. Иә, өйткені енді ютубта тұрғаннан кейін ашық қайнақ кез келген видеоны көре бересіз. Ал ол сізде миыңызда сақталуы екіталай. Өйткені аз мұндай жағдайлар менің басымнан да өткен. Бірден барлығын көріп тастап, білемін деп айта алу ол қиын. Ал практика жүзіне келген кезде шамалы қиналып қаласыз. Сондықтан 2-3 сағат жұмыс жасап, сол арқылы түсінбеген нәрсеңіз, тақырыбыңызды қайталау арқылы миыңызға жақсы отырғызып алсаңыз болады. Осы қарапайым сұрақтарды жасау арқылы, яғни осы методтарды қолдану арқылы сіз осы курстағы толық сабақтарды көріп шықсаңыз болады. Енді дайын болсаңыздар, сабағымызды бастайық.